Армысыздар, құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өмірден алынған оқиғаны ұсынғым келіп отыр. Ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер, мен үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Отырар ауылы таңмен таласа жеткен үйіне ұрылар түсіп, Шолпан емшіні өлтіріп кетіпті деген суық хабармен гүлдеп оянды. Елге сыйлы ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере мен шөберенің ортасында бақытқа кенеліп отырған кейуана сол күні үйде жалғыз қалыпты. Қолындағы баласы отбасымен Түркістан қаласындағы жаңа ашылған керуен сарай кешеніне қыдырып кеткен көрінеді. Шешесі өздерің емін еркін қыдырып келіңдер деп үйде қалып қойған. 4-5 сағатта айналып келгенше аналарын өлтіріп, үйдің астан кестені шығарып тонап кетіпті. Басында үйдің шашылғаны көріп, үйді тонауға келген ұрылардың қолынан жазатайым қайтыс болды деп ойлаған тергеушілер мәйітті көріп, ол ойларынан тез айныпты. Талай қылмыстың бетін ашып жүрген тергеуші, сарапшы мамандардан құралған анықтаушы топ 70-тен асқан кемпірді орындыққа отырғызып, аузын желіммен жабыстырғышпен бекерден бекер байламаған жақсы біледі. Ауыл тұрғындары сырттан келген бөтен біреуді байқай қоймаған. Шолпан емшіге әулиеде сенетін тұрғындар оқиғаны сан-санаққа жүгіртіп жатты. Апа, сізді емші апа шақырып жатыр, деп кіші қызы жүгіріп келгесін, Шолпан тігіп отырған көрпесін жиыстырып, көбіден бір кесе қымызын құйып алды да, көрші емші Аняның үйіне барды. Бүкіл ауыл емші апа деп сыйлайтын Аня әжей, денсаулығым сыр беріп жүр деп, бір жылдай болды ешкімді қабылдамайтын болған. Осы ауылда 50 жылдан аса дәрігерге қаралған жоқ шығар. Кейде тіптен осы ауылдың келіндері аудандағы перзентхананың дәрігерлерінен емші апа жеңіл тудырады деп барғылар келмейтін. Кеңес одағы кезінде емшілікпен айналысқан үшін қылмысты болып талай рет түрмеге тығылыпты. Бірақ көп ұзамай қайтып келетін Шолпанның ұзын құлақтан естуінше, бұған қатты сөйлеп емшілігі туралы айтқан құқық қызметкерлері ертеңіне дертті болып орнынан тұра алмай қалатын көрінеді. Кез келген адамға жан керек. Жаны қиналғанды өзі-ақ Аняның жағдайын жасап, босатып жібереді екен. Шолпан осы ауылға 18 жасында келіп, болып түскенде келін болып. Осы шүйкідей кемпір дәл осы қалпында отырады екен. Бүгінгі күнде Шолпанның өзі келін түсіріп, немере сүйіп кемпір болады. Емші Аня сол қалпы. Енесі марқұм, келі жерге жақсы адамдары ғана тұрақтайды деп отыратын. Шолпанның өзі де талай Аняның емшілік қасиетіне таң тамаша болып, құдіретіне бас иген. Бірақ осы Аняның біреуге бал ашып, өмірін болжалайтын дегенде ешкім емес, бір таң қаларлығы емшінің бұл ауылға қайдан қашан келген ешкім білмейді. Бүгінде көзі тірі ауыл үлкендерінің өзі, біз ес білгелі Аня бар ғой дейді. Есік алдында көрінбегесін ұйықтап жатса оянып кетер деген оймен Шолпан көршісінің үйіне аяғын ақырын басып кірген сол еді. Шолпан, кіре бер, ояумын, деді Аня. Шөлдеген шығарсыз, қымыз әкелдім, кішкене ішсеңіз, деді. Шолпан төсекте жатқан көршісінің қасында тізе бүгіп, кеудесін көтеріп ыңғайлап отырып, кесені үнсіз қолына алған кемпір бір жұтты да қымыздың дәміне тамсана отырып: сенің енеңдей қымызды ешкім баптай алмайды. Сен де енең сияқты келініне үйретіп қой, деді. Қымызды сіміріп алды да кішкене демалғасын сөзін жалғап: сендерде итальяндықтар сияқты ата-бабаңның мұрасын қадірлеп, үлкенді сыйлап, қастерлей білетін ұлтсыңдар, дегенде Шолпан таң қалды. Осы уақытқа дейін елінің бәрі цыган деп келген көршісі итальяндықпын деп отыр. Кішкене деп алып сөзін ақыры қарай жалғаған Аня: Шолпан, мен сені келін болып түскен күннен білемін. Сенің марқұм атаңмен енең қандай жақсы адамдар еді. Құдай осы бергеннен айырмасын. Саған ризамын. Бірақ менің сөзімді бөлмей тыңда. Шақыртқаным ұзаққа бармайтынымды сезем. Шаршадым. Мен не көрмедім.
Бәрін де көтердім. Итке бұйырған туған жерде бұйырмады маған. Бірақ тәубе, келі Түркістан ғой мені қазақ даласына дедектетіп әкелген. Арыстан баптың басына қонған түн тілімді калимаға келтіргенімді білесің. Мұсылманша жерлерсіңдер. Молда мені келісіп қойғанмен, керек жарақ жыртысын бәрі ана сандықта тұрған өзіңде білесің. Талай рет көрсеткенмін. Менің айтайын дегенім ол емес, деді де көзін жұмып біраз сұлық жатты. Әлден уақытта демін ішіне тарта бір күрсінді де сөзін қайта жалғады. Шолпан, кіші ұлың ауырып дәрігердің емі қонбай қойған кезде маған бар тілегіңді орындаймын дегенің есінде ме? Сол уәдені орындайтын кез келді. Сенен басқа сеніп тапсыратында ешкім жоқ. Мен адамдарды емдегенде кітаппен емдеймін. Сол кітапты саған қалдырамын. Бұл кітап менің қай атамнан келе жатқан белгісіз. Бірақ 7 атамнан асып кеткен деген қауесет бар. Менің аталарым Рим папасының өзімен қатар отырып епископ болған екен. 20 ғасыр елдің бәрін қан қақсатқан, зобалаң әкелген ғасыр болды ғой. Көрмейсің бе? Епископтың қызы айдаладағы қазақ ауылында жападан жалғыз жатыр. Мені сыртынан сыған дейтін де білемін. Оларға сыған емеспін, итальяндықпын деп айтпадым. Әңгімені ұзартып не қыламын, тек сен білсең деп айтып отырмын. 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанда әкем марқұм кітапты сақтау үшін бір түнде мені Ресейге қашырып жіберген. Сол жақта біраз тұрдым. 1937 жылы айдаумен Алжирге келдім де қазақ жерінде қалып қойдым. Бұл кітаптың иесі кітаптан алған берекесін, жақсылығын адамдармен бөлісіп отыру керек. Яғни адамдарға жақсылық жасап, оларды емдеу арқылы тазаланып отыру керек. Әйтпесе ауыра бересің. Сондықтан адам емдеу керек. Ресейде болған кезде де Қазақстанның солтүстігінде де жасаған емім аурудың бетін қайтарғанмен толық жазбады. Ал алдыма келген адам жазылмаса, соның дерті мені қинайды. Сондай бір ауыр күні түсімде сәлделі түрі мейірімді бір қария кеп, қызым, келі Түркістанға жүр деп қолымнан ұстап жетектей жөнелді. Оянып кеттім. Ол кезде құдайы жоқ қылышынан қан тамып тұрған кеңес дәуірі. Ақмола жақта Қожа Ахмет Яссауи түгіл Түркістанды ешкім білмейді екен. Айналамдағы қазақтардан жайлап сұрастырып жүріп әйтеуір жеттім. Құдайға шүкір, келі жерге табаным тигелі, бір күн ауырмадым. Алдыма келген адам дертінен құлан тазайғып кететін де осы жердің киесі деп білемін. Бұның бәрін айтып отырған себебім, қазір заман өзгерді. Мен кеткендегі бір Италия болған туған елім, 1929 жылдан бері 2 мемлекет. Ватиканда бірде-бір туысым қалмапты. Ең болмаса тасма Агнесса деп толық атымды жазырсаң, Шолпан. Бірақ тағы ескертемін, ешкімге еш уақытта бұл кітаптың бәрін айтпа. Сырт көзге көрсетпе. Қаралықпен айналысатын адамдардың қолына түссе, Құдай сақтасын. Айтпақ түгілі ойлауға қорқам. Облыс ортағынан келген тергеуші Ермек Шолпан емшіге өзін өле-өлгенше қарызбын деп есептейтін. Бірнеше қыздан кейін көрген жалғыз ұлы 5 жасқа келгенше аяғын баса алмайтын. Көрсетпеген дәрігер қалмады. Бірақ еш емі қонбаған кезде осы Шолпан емші аяғынан тік тұрғызып берген. Қазір Құдайға шүкір өз қатарымен жүгіріп жүр. Әйелі екеуі Шолпан емшіге қалағаныңызды сұраңыз деген еді. Сонда шын ниетпен айтқан рахметтерінен басқа ештеңе керегі жоқ деп еді-ау жарықтық. Жаназасында тұрып сан түрлі ой мазалаған Ермек өз-өзіне ант бергендей, бұл жауыздықты кім істеді, міндетті түрде табамын. Сіздің алдыңыздағы қарызыңызды өтеймін деді. Аня қайтыс болғанша Шолпанға ескі әріптермен жазылған көне кітаптың бар құпиясын үйретіп кетті. Шолпан өмірі адам емдеп көрмегенсін, бір жыл ешкімге ештеңе айтпады. Бірақ еңсесін көтере алмай жүрді. Түнімен мамық төсегі денесіне тастай батып, ертеңсін тура ауыр жұмыс дегенде барлық денесі ауырып тұратын. Бір күні таңертеңгісін өзінің жалғыз немересінің үстіне түймедей жара қаптап кетті. Содан пісімілесін айтып немересін бөлмесіне кіргізіп алып, үйренген дұғасын оқып еді,
ертесіне тап-таза болып айығып шыға кетті. Содан бастап Шолпан қорқынышын жеңіп сәбилерді емдей бастады. Ауылда сөз жата ма? Ойбай, Шолпанға емші Аня бәрін үйретіп кетіпті деген сөз желді есе жөнелді. Содан бері Шолпанның алды бір күн босаған емес. Сонау облыстан іздеп келіп емделетін болған. Балалары да шешелерінің бір күнде емші болып кеткеніне таң қалғасын, Шолпан бір күні барлық ұл-қызын жинап, Анядан үйренгенін және құпия кітап берген айтты. Бірақ ешкімге тіс жармауды қатты ескертті. Ватикандағы құпия кеңес бірақ шешім шығарды. Қалай да Агнессаны тауып кітапты қайтару. Бірақ қайдан және қалай табады? Рим папасының айтуынша, қасиетті кітап мұсылмандардың қолында. Соңғы 30-40 жыл мұсылман, оның ішінде түркілердің жұлдызы жарқырап, ауызбіршілігі артып, тарих қойнауында қалған бар қасиетті шығып жатыр. Сондықтан түркілерден іздеу керек деген тоқтамаға барлығы бірауыздан келісті. Түркиядан бастап алыс жақын елдерге, әсіресе Орта Азия елдерін дін ұстанған миссионер болып, бірі басқа маман болып, бірнеше дайындықтан өткен мықты діни қайраткерлер жолға шықты. Ел аяғы саябырсып, тек Шолпанның туған 5 бала ғана қалғанда үйдің үлкені болады. Сендерді қайдам, өзім шешеміздің сол кітап үшін өлтіріп кетті деп ойлаймын, деді үстелге жағалай отырған бауырларына қарап. Бәрі келіскендей бастарын изеді. Қыздың үлкені Жазира: апам ешкімге айтпаңдар дегесін, тергеушіге де айтпадық. Бір кітапқа бола адам өлтіретіндей сондай құнды деп ойламаппын. Апамды қызық бере салмадым екен, бәрібір алып кетіпті ғой деп қыстығып жылап жіберді. Апам емші Аняға сөз берген, ешкімге бермеймін де, көрсетпеймін де деп. Апамда кітап барын осы 5-еуміз ғана білетінбіз. Ал енді ойланыңдар, кімге айттыңдар деп. Кіші ұл Талғат бауырларына жағалай қарап. Бәрі ешкімге айтпадық дегендей бастарын шайқады. Ермек үйден бөтен ешкімнің саусақ ізін таппады. Тек Шолпан емші мен балаларының қолтаңбасы бар. Сонда Шолпан емшіні кім ұрып соққан? Ал үйді тонауға келген ұрылар дейін десе, олар әдейілеп адам өлтірмейтінін жақсы біледі. Ермек ар-бері ойлана келе, прокурордан Шолпан емшінің кіші ұлын қамауға рұқсат алды. Кез келген отбасылық қылмыста бір ұшын шығарсаң барлық түйін шешілетін бас тергеуші жақсы біледі. Ал Талғат, сені не үшін қамауға алғанымызды біліп отырған шығарсың, деді Ермек Талғаттың қасына келіп. Сонда сіздер шешемді мен өлтірді деп отырсыздар ма, деді Талғат ыза болып. Мен олай айтқан жоқпын, мүмкін өзің айтарсың, деді тергеуші Шолпан емшінің ұлына сынай қарап. Талғат ыза болып жылап жіберді. Полковник мырза, өзіңіз білесіз, анамыз елге сыйлы емші болған. Кішігірім байлығымыз болса, сол шешеміздің арқасы, елдің рахметінен жинаған. Сізге несін айтып отырмын? Өзіңізде балаңызды емдеді емес пе, анам? Алдына келген баланы дертінен айықтырғанша дамыл таппайтын. Сондықтан да ол кісінің дұшпаны болды деп айта алмаймын. Талғат, өз сөзіңе өзің қарсы келіп отырсың. Егер анаңның дұшпаны жоқ болса, онда кім өлтірді? Ал алынған қолтаңбаның іздері бойынша үйге бөтен ешкім кірмеген, өздеріңнен басқа. Біз Түркістаннан келгенде апамды орындыққа отырғызып, скотчпен қол мен аяғын байлап кетіпті. Мен есім шыққалы соншалық апамды құшақтай бердім. Менің қолтаңбам болмағанда кімдікі болады? Басқалар келгенше әйелім екеуміз апамды шешіп жатқыздық қой. Іске қатысты жаңа айтарың бар ма? Кішкене түрменің дәмін татып ойланып көр. Мүмкін есіңе түсер, деді де сақшыларға алып кетіндер дегенде иегін қақты. Ермек Тілеуқабылұлы, сізге айыпталушы Талғаттың аға әпкелері келіп тұр, деді кезекші сержант. Тергеу бөлмесіне бір-бірлеп кіргізіңдер, деді бас тергеуші. Ассалаумағалейкум деп амандасқан Болат басқа ештеңе демей тергеушінің алдына өзін кінәлі сезінгендей қипақтай бастады. Бәке, алдында айтқандарымыздан басқа қосып аларыңыз болмаса, менің уақытымды алмаңыз. Мен Талғатты күдікті деп ұстап отырмын, деді Болатқа қарап. Полковник, тергеуші деп терлеп, тепшім бет орамалымен бетін мойын сүртіп алды да: сізге басында айта алмап едік, күдікті деп бауырымды қамап қойғасын, шешеміз кешірер деп келдік. Негізгі ұрылар үйдегі ақшаны да алтын сақина сырғаларды алмапты.
Оларға керегі бірақ нәрсе болған сияқты. Ол не зат сонда, деді тергеуші шыдай алмай. Кітап. Апам елді сол кітаппен емдейтін. Оны көршіміз итальяндық Ани апай беріп кеткен. Болат, осы уақытқа дейін кітап үшін адам өлтіргенін дегенді әлі естімеппін. Ол соншалықты не кітап? Білмеймін, апам бізге бір-ақ рет көрсет, өте көне кітап. Біздің тілде жазылмаған. Апам ешкімге еш уақытта бұл кітаптың біздің үйде екенін айтушы болмаңдар дегесін, біз де ол туралы сөз еткен емеспіз. Ал апамды өлтіріп кеткенде ол кітап ешқайсымыздың ойымызға да түспеді. 3-4 күннен кейін ғана келіндер апамыздың сандығын ашқан кезде Талғаттың ойына түсіп, кітапты іздедік, жоқ. Мүмкін сол кітап үшін шығар деген ой келіп, басқа ештеңе айта алмаған. Бұл қызық болды ғой. Егер сендерден басқа ешкім кітап туралы білмесе, бәрібір күдікті өздерің болып тұрсыңдар ғой, деді тергеуші. Солай болып тұр, бірақ ол кітап бізге не керек, оқи да алмаймыз. Өйткені жазу күлтегін жазбай ескерткішінің жазуындай. Ал апамы оқуда Аня емші үйреткен. Сол кісінің айтуынша апам әр баланы емдеген сайын күш қуат алады. Сондықтан апама 90 жастан асқаннан кейін ғана кітапты ездерсің депті. Ал апам бар жоғы 70-тен енді ғана асты. Көрдіңіз бе, ол кітап бізге түкке керек жоқ. Ермек Тілеу қабылына дереу Италияға ұшатын ұшақтардың кестесін алдырды. Алматы қаласынан аптасына бір-ақ рет Римге тікелей ұшақ ұшады екен. Егер үлгерсе, бүгін түнде қылмыскерді ұстауға мүмкіндік бар. Түркістандық тергеушілер Алматыдағы әріптестерімен ақылдасып, ақыры шағын топ Алматыға ұшты. Бірнеше жыл бойы Орта Азияны емін еркін шарлап, осы өлкенің тілінде, дінінде, тіпті тұрмыс тіршілігі былай тұрсын, дүние танымында да терең біліп алған Маттео Ватиканнан 100 жыл бұрын жоғалып кеткен құнды кітаптың дерегі түбінде Қазақстанның шығатын сезсе де, дәл қазағы көп оңтүстік өңірден, оның ішіне мұсылмандардың киелі қаласы Түркістаннан шығады деп күтпеген еді. Түркі дүниесі үшін екінші Мекке болып саналатын шағын қала түбінде ауылдың Аня дейтін емші сыған кемпір жайлы естігенде ұзақ ойланған. Агнессаның дерегі осы болар деп нақ сенбесе де, іздеуден күдерін үзе бастаған агенттің өшкен үміті қайта жарқ ете түскендей, жүрегі қуанышқа кенеліп қалып еді. Агнессаның басына қойылған күмбезіне қарап, қазақтардың жомарттығына таң қалды. Құлпытастағы итальяндық Агнессаға емделушілерден 1000 алғыс деген жазуды суретке түсіріп алды да, өзінің шатаспаған біліп, қуанышы қойнына сыймай әндете қайтты. Аня емшінің ізбасары жергілікті қазақ әйелі, әрі көршісі Шолпан емші екенін табуға оған түк те қиындық тудырмады. Бірақ кітаптың дерегін қалай білмек? Бар арманы тып-тыныш, ың-шыңсыз кітапты қолға түсіру. Шолпан кітапты бұған беріп қоя ма? Әлде не істеу керек? Тіпті бар екенін айтпасаш? Ал шын мәнінде білмесеш? Жоқ деп өз ойынан өзі тез айнал кетті агент. Үйінен адам босамайтын Шолпан емшінің үйін тінту қиын. Қонағы мен емделушілер үзілмейтін үйдің бос болуын күтсе, ұзақ болатын білген агент Шолпан емшіге емделуші болып келіп, керуен сарайға билет тастап кетті. Ешкімнің көзіне көрінбей, үйге кіргенде бұның жай адам емес екенін бірден білген Шолпан емші: «Шырағым, өлтірсең өлтір, бірақ кітабы жоқ. Сені жібергенде айтып бар. Кітапты сенің ата-бабаң емес, қазақтың ата-бабасы жазған екен. Қалай соны түсіндім? Солай Түркістан қайта түрленді. Сондықтан кітапты алып кетпеушілерің үшін өртеп жібердім» деді. Қинап көріп еді, кітаптың барлық құпиясын білетін емші тілін калимаға келтірді де жүріп кетті. Кемпірге сенбей үйдің барлық жерін ақтарып шықты. Шын айтқан сияқты, үйде кітап жоқ. Шолпан емшінің жерлеуіне бүкіл ауданның тұрғыны келді десе де болады. Соны пайдаланып, көпшілікпен бірге жерлеу рәсіміне де қатысты. Бірақ бірде-бір адам кітап туралы сөз қозғаған жоқ. Соған қарағанда, Шолпан кітапты шынымен де жойып жүрген сияқты. Ватиканға хабарласып болған жайды айтты да жолға жиналды. Тергеушілер ұшаққа билет алғандардың тізімін қарап отырып күдіктіні бірден таныды. Шетелдік азаматты ешқандай айғағы жоқ, жай күдікті деп ұстай алмайтын білген Ермек
кеден қызметкерлерімен келісті. Матео оны тергеу бөлмесіне әкелгенше, ол ағылшынша, итальянша сөйлеп, қазақша білмейтіндей түр танытты. Матео мырза, сізбен қазақша сөйлесе берсем болатын шығар, деді Ермек өзін таныстырып. Басында Матео түсінбегендей кейіп танытты. Бірақ Ермек Шолпан емшінің жерлеу рәсіміндегі мұрт жабыстырып, жаназада тұрған суретін көрсеткенде ғана, тергеуші мырза, жаназаға қатысу қылмыс емес шығар, деді бетіне қарап. Жаназаға қатысу қылмыс емес, керісінше сауапсыз, бірақ сонау Ватиканнан Шолпан емшінің жаназасына келуіңіздің себебін түсіндірсеңіз. Мен Қазақстанға кәсіп ашамыз деп келдім. Бизнесім мақтаға байланысты болғасын оңтүстік Қазақстанға бардым. Сол жерде Шолпан емші туралы естідім. Танысуға барғанда жаназасына түстім. Содан қатыстым да қайтып кеттім. Сіздің сөзіңізге сенсек, Отырар ауылына сол кезде бірінші рет барып отырсыз. Иә, сол кезде бірінші рет бардым. Матео мырза, сіз өзіңіздің қылмысыңызды мойындағаныңыз келмей ма? Бірақ сізді сотқа дейін апара алатын барлық құжат қолымызда. Сіздің бірақ қателігіңізді айтайын. Ауылға бір емес 3 рет барыпсыз. Оны қайдан біліп отыр десеңіз, Түркістан қаласынан жеңіл автокөлік жалдапсыз. Ғаламтор арқылы сіздің қайда, қашан барғаныңыз бізге анық. Және керуен сарайға билет алған кезде бейнекамераға анық түсіп қалыпсыз. Жалғастыра берейін ба, Матео мырза? Енді бір сұрақ, кітап қайда? Үнсіз отырған күдікті басын шайқады да, кітапты таба алмадым. Шолпан емші айтпады. Қазақ қыздар мықты дегенде сенбеуші едік. Сендердің жетістіктерің аналарының арқасы екен. Шолпан емшінің балалары арналарынан өлтірмеген қылмыскер ұсталып жазасын алсын. Бәрі жиналып аналарының рухына Құран оқытты. Аналар қайтыс болғалы тым тырыс болып қалған үйлеріне қонақ келіп, Талғат бала шағасымен зыр жүгіріп, бәрін риза етіп шығарып салып, кешке өздері ғана қалған кезде Талғат: кітапты қылмыскер алмапты. Апам шынымен өртеп жіберді ме екен, деді үлкен ағасы Болатқа қарап. Сонау Ватиканнан іздеп келгендеріне қарағанда шынымен киелі кітап шығар. Мүмкін өртесе өртеп жіберген шығар, деді бауырларына қарап. Бәрі солай шығар дегендей бастарын изеп ағаларымен келісті. Тегер жетіп қалған немересі Тимур ғана ішінен марқайып, туыстарына жұмыңдай қарады. Бар құпияны апасы өзіне сеніп тапсырғанын, бұның олардай ашық ауыз емес екенін білетін апасын бұл енді ешкімге сата қоймас. Кітаптың құпиясында талай мәрте үйреткен ешбірі әзірге білмейді. Әзірет сұлтанның күмбезіндегі қасиетті тайқазанның астына апарып екеуі жасырған кітапты бұл ашпаса ешкімде аша алмайтыны айдан анық. Әңгіменің соңы.